Түнде желдеткіш қосып ұйықтасаңыз, денсаулығыңызға қауіпті, тіпті бұның арты өлімге әкелуі мүмкін. Желдеткіш қосып ұйықтайтын досыңызға жіберіңіз, лүпіл басыңыз. Қазір бұл ақпаратты бірге тексереміз. Оңтүстік Кореяда желдеткіштен өліп кету туралы сенім ұзақ жылдар бойы сақталып келді. 2006 жылы елдің тұтынушылар құқығын қорғау ұйымы бөлмеде желдеткіш көмір қышқыл газын көбейтіп, оттегіні азайтатын ескерткен. Ұйымның есебінше, елде 2003-2005 жылдар аралығында ұйықтап жатқанда желдеткіш пен кондиционердің кесірінен 20 адам қайтыс болған. Дегенмен проверин анықтағандай, қосылып тұрған желдеткішпен ұйықтау туралы пікірлер негізсіз. Бұл құрылғы бөлмеден оттегіні толық шығарып, оның орнын көмір қышқыл газымен алмастыра алмайды. Адамды өліп кететіндей суытып, немесе ыстықта бөлуге жеткізбейді. Желдеткіш туындатуы мүмкін ең үлкен қолайсыздықтар шырышты қабықтар мен терінің құрғауы, аллергия немесе демікпе белгілерінің күшеюі. Бірақ бұл тек ұйқы кезінде емес, желдеткіш қосулы кезде ояу жүргенде де болуы мүмкін.